Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге қызыл қуырдақ пісіріп көрсететін боламын. Менде мына жерде 1 кило 200 килограмм ет. Осыны майды құйып, көз мөлшермен жуып, тазалап саламыз. Үстіне 1 шай қасық тұз бенен кинзаның ұнтағын себеміз. Осылайша бетін жауып, өзінің суы шыққанша өз сөліне бұқтырып қоямыз. Менде мына жерде картошкалар және пияз бен чесноктар. Осыны тазалап алып тураймыз. Бес-алты тіс жет чесногымызды турап аламыз. Осылайша барлығын тазалап, турап, дайындап қойдым. Ендігі кезекте етіміздің суы тартылып, және жарты кеседей суды құйдым көз мөлшермен. Осы суы тартқанша бетін жауып қоямыз. Арадан 15 минут өткеннен соң пиязымыз бен сарымсағымызды да саламыз. Чеснок мен пиязымызды салып болғаннан соң дәмдеуіштерімізді да саламыз. Менде дәмдеуіш шашличный приправа, қара бұрыш, Қытайдың тұзы және лавролис. Осылайша салып қойып 10 минутқа бұқтырып қоямыз. 10 минуттан соң картоптарымызды да салып шығамыз. Осылайша өз майымен 15 минутқа бұғып шығады картошкаларымыз. Сонымен пісіп дайын болады. Осы рецептмен міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан дәмді қуырдақ болатынына сөзсіз уәде беремін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қазақша рецепт каналымыздың дамуына үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Міне менің тамағымда пісіп шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.